Ертеде бір өрен жастайынан еңбек сүйіп өсіпті. Сол еңбектің арқасында есейе келе қисапсыз береке байлыққа кенеледі. Дегенмен ар-ұятты, қанағатты ойлап дүние малын азайтудың қамымен халқына қарасып, жиған тергенін кедей-кепшіктерге үлестіріп беріп отырады екен. Бірақ қора-қора малы азаюдың орнына көбейе беріпті. Бір күні сол елдегі көрген түйгені мол, ақылғой қарияның алдына келеді. «Мен не істесем де малым азаймай қойды, қайтсем екен?» дейді. «Түйеге мініп бара жатып, нан жей ғой», деп жауап қайтарыпты қария. Әлгі еңбекқор жан түйеге мінеді де, нанның ауыр бетпейден келетінін жастайынан біліп өскен соң, байқамай үгіндісін түсіріп алармын деп алдына орамалын жаяды. Сөйтсе де, түйе үстінде шайқайлап отырғанда нанның бір түйірі жерге түсіп кетеді. «Қап, обалай, несібені тірлік көзін аяқ асты етіп, күні арқаламасам қайтсын? Балаларыма кесірім тиетін болды-ау», деп зар илейді. Сол арада түйеден түсе қалып іздейді. Қалың шөп арасынан іздегені көзге түспейді. Оның үстіне қас қарайып қалған уақыт. Содан ертең асықпай қарармын деп ойменен бір таяқты шаншып үйіне қайтыпты. Ертеңіне келсе, кешегі жыңғыл таяғы бір құмыра алтын болып тұр екен. Бұған ол айран асыр салып, басынан кешкенін ел жұртына айтып кетеді. Мұны естіген бір көк жалқау жарты күлше нанды алады да түйеге мініп жолға шығады. Жолға шыққасын нанның күдісін әдейі түсіріп іздеген болады. Бұлдағы табылмай таяқ шаншып кетеді. Ертеңіне жалқау бір құмыра алтын алып қайта қояйын деп әлгі жерге келсе, шаншып қойған таяғы үлкен қара сұр жылан болып өзіне ұмтылыпты. Білетіндер, берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле деген сөз сол заманнан қалыпты деседі.